Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. Жетісу облысында 15 жастағы қыз педофилдің қолынан қаза тапқанын кейін Шолақай ауылынан құқық қорғау органдарының арнайы жасақтары жеткізілді. Күдіктіге қатысты тұрғындар арасында толқылар туындағанын алдын алу үшін Жетісу өңірінің арнайы жасақтары әкелінді. Олардың үйінде ауылдың кіреберісінде полиция күзетіп тұр делінген ақпаратта. Еске салайық, 15 жастағы мектеп оқушысы Қоралай Кисабекова 21 шілде күн кешке із-түзсіз жоғалып кетіп, кейін өлі денесі табылғанын кейін тараған ақпарат халық назарлығын туғызған. Шолақай ауылының 15 жасар оқушысы Қоралай Кисабекова шілденің 21 күні кешкісін жоғалып кеткен. Құрбысына кеткен қыз қайта оралмаған. Жетісу өңірінің полицейлері із-түзсіз жоғалған қызды келесі күні іздеуге кірісіп, оларға ауыл тұрғындары да қосылған. Соңғы сәтке дейін қыздың табылатынына үлкен үміт болған. Бірақ бұған дейін қыз зорлағаны үшін 2 рет сотталған 38 жастағы Рустам Ахметов өз кінәсін мойындады. Күдікте де Шолақай ауылының тұрғыны. Бұл тартпас айғақтардың күшімен ер адам жіберлену үшін зорлаған, кейін қылмыстың ізі жасару үшін бірнеше рет пышақ жарақатын салып, оның өлгеніне көзі жеткен соң денесін өртеп жібергенін айтты. Қылмыскер қызды көмген жерді де көрсеткен. Жіберлену үшін денесін ауылдың шетіне апарып көмеген. Қыздың денесі шығарылып, сот медициналық сараптамаға жіберілді. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Іс бойынша қажетті сараптамалар тағайындалды. Тергеуді облыстық полиция департаменті тергеушілері жүргізіп жатыр.